бір кісінің әйелі бала сүтінен қайтыс болып, оның артында 2 баласы қалыпты. Сүйген жарынан айырылған еркек біразға дейін үйленбей жүріпті. Бірақ әйелсіз үйі қаңырап тұрады ғой. Үйдің берекесі кетіп, 2 балаға ана іздеп, ақыры таныстарының арқасында бір шүйке басты әкеледі. Әлгі келіншек әдегеннен туыстарымен көрші көлемге ұнап қалады. Момын, көп сөйлемейді. Үй шаруасына да тындырымды. Келіншегіне күйеуі де риза болыпты. Бұл кезде кіші ұл 2 жасқа келіп, үлкені 4 жаста екен. Кішісі өте мазасыз, беймаза болғандықтан жаңа түскен келінді онша-мұнша шақтыра бермепті. Өз құрсағынан шықпаған баланы кім бауырына бірден баса қойсын. Енесі мен атасы оған аса мән бере қоймапты. Солай уақыт жылжып жүре береді. Бір күні ата енесі кіші ұлды үйлендіріп, соның қолына кетеді. Ал күйеуі болса, машинист болып темір жолда жұмыс істегеннен соң кейде апталап жолда болады екен. Кіші ұл анасын сағынады ма, әлде уысына жарымай еңбегеннен бе, кім білсін. Әкесі жолға шыққаннан аңырап жылай береді. Осы кезде өгей ананың ішіне сайтан кіріп, 2 баладан құтылудың жолын іздейді. Бұлар өздері разъездің дәл жанында тұрғандықтан өгей шешеге ол тиімді болады. Сөйтеді де 2 баланы қолынан жетектеп, пойыз жолдың үстіндегі рельске байлай бастайды. Апа, не істеп жатсыз дейді үлкені күлімсіреп. Осы жерде жатсаңдар, қазір пойыз келеді, соны көресіңдер, қозғалмаңдар, жарайма дейді. Өгей ана алдаусыратып. Қуанып кеткен 2 балақай мәз болып жатады. Сөйтеді де өгей шеше сәбилерден құтылғанына мәз болып үйге қарай қаша жөнеледі. Сәбилердің алаңсыз аспанға қарап жатқанына да біраз уақыт өтеді. Бұл кезде кеште батыңқырап қалған еді. Біреуі былтырлап, екіншісі күлімдеп, пойызды күтіп жатқанында гүрілдеген паровоздың дауысы шығады. Қатты шыққан дауыстан қорқып кеткен қос құлыншақ шырқырап жылай бастайды. Үлкені байланған жіпті итергенімен күші жетпейді. Осы кезде Құдайдың құдіретімен паровоз кілт тоқтай қалады. Ішінен машинист пен көмекші шығып, жерге қараса, 2 сәбидің тыпыршып жылағанын көреді. Жалма-жан екеуін шешіп хабарландыру береді. Кейін машинисттен сұраған ғой, қалайша білдіңдер деп. Сонда әлгі жүргізуші, қатты сырғып келе жатқан едім, бірақ киінген келіншек қолындағы қызыл орамалымен қол бұлғай берді. Шошып кеттім де әрең тоқтай қалдым. Тоқтағаным сол еді, әлгі әйел жоқ болып кетті де, есесіне мына 2 сәбидің жатқанын көрдім деп күрсініпті. Құлындарым, аналарыңның тілеуін тілеңдер. Сорлы шеше бала үшін отқа түседі, шоққа да табаны күйеді. Әкемді алсаң ал Құдай, шешемді қой, шекпен тоқып берсе де өлмеймін ғой, деген екен бір байғұс. Әкенің жақсы көргені шезде ақ. Әйел өлсе, олар төсек жаңғырта салады. Сондықтан да ұйықтар алдында анашыма ұзақ өмір бер деп ұйықтаңдар, деп әңгімесін аяқтады. Сол әңгімеден кейін қанша жылдар өтсе де, пойызға мінер кезде әлгі қос сәбиді арашалап қалған ананың аруағы елестейді. Аналарымыз аман болсыншы.